бір автобусқа барып мінеді, отырады, бірақ адамдар бірімен көп сөйлеспейді, қарым-қатынас көп болмайды. Қарым-қатынас болмаған жерде пікір алмасу болмайды, адамдардың пікір алмаспайды, бір жаңашылдықтың дамуы баяулау, кешеуілдейді. Себебі үнемі адамдар арасында қарым-қатынас болу маңызды. Жаңа медиада адамдар бір-бірін көрмегендіктен осы барьер жойылады да, оларда қарым-қатынас қарқын алады. Жаңағы блогосферада немесе әлеуметтік желіде әсіресе адамдарда арасында қарым-қатынас қарқын алған сайын олар мәлімет алмаса бастайды. Мәлімет алмасқан сайын оларда пікір алмаса бастайды. Пікір алмасқан сайын адамдардың ой өрісі, санасы, белгілі мәселеге қатысты көзқарастары өзгереді немесе қалыптасады. Яғни әлеуметтік желі болсын, жаңа медианың құралдары болсын, басқа осы тұрғыдан менің ойымша ол пайдалы, әсіресе дүние жүзінде 9-шы орын алатын Қазақстан үшін аумағы, мәселен батыс Қазақстандағы адамның бір көзқарасы менен шығыс Қазақстандағы адамның көзқарасы ұқсас болып жатса, екеуі пікірлес болып бір ортақ жобаны дүниеге келтіріп жатса, бұл әлеуметтік желінің немесе жаңа медианың жеңісі. Себебі дәстүрлі медиада бұған қол жеткізу екі талай. Сондықтан пікір алмасу болғаны жақсы, таяқтың екінші ұшы бұл пікір алмасу қандай бағытта өрбиді. Адамдар нені көздеп отыр? Себебі жақсы нәрсемен қатар жаман нәрсе де айтылуы мүмкін. Аңдамай айтылған сөз түбінде ол пікір алмасуға ұласып, ие бола алмай қаласың. Жаңа медианың ерекшелігі сол ғой. Сен бір сөзді айттың, ол айтқан сөздің интернетке түскеннен кейін, сен ол сөздің иесі емессің. Ол сөздің иесі сенің оқырмандарың арға іліп алып кететін, сондықтан сен оған ие бола алмайсың. Осы жағы кішкене қауіп емес, бірақ ерекшелік деуге болады жаңа медиадағы, әлеуметтік желідегі. Мысалы, Твиттерға бір сөзің қатемен кетті ме, болды. Оны сен түзете алуың, жұрттың бәрінен кешірім сұрап, жоқ, бұл мен қате кетіп қалыппын деп айтсаң, қайтарып алуың өте қиын. Қазақтың ер жігіттің екі сөйлеген өлген деген меніңше осы жаңа медиада айрықша бір өзекті сияқты.